халық бәрі тынышталғаннан кейін қайттан көтереді. Сондай болып жатыр ғой. Сол үшін Димаш дегеннің жаңа айтқаны, ол бір үлкен бір мәртебе, бір мықты андай жұмыстан шығару керек ол. Оны жаңа Олжасты деп сөйтіп айтқанға бәрі мәз болып, соған артынан еріп, о деп андай былай айтқан дәріптеп оны Димашты былай айтқанда андай дәріптемеу керек та, в общем да. Былай айтқанда сол дұрыс, биліктің адамы, яғни айтқанда әке шешесі отырмыз мысалға бір билікте, биліктің жаңағы әр жерде. Яғни сол айтайын дегенім, мына үкімет артқа шегінтпеген ол шахматный ход, шахматный халықты алдау. Сенбеңдер ондай шахматный ходтарға. Мысалы бүгін олар артқа шегінеді, ертең деген бар ғой, 2-3 шақ алдау жүреді. Сол үшін ондайларға сенбеңдер. Мына ананы түсіріп жатыр, бағасын түсіріп жатыр. Енді екеуі де бір адам ғой, екеуі де бір адам, бір биліктің адамдары екеуі де. Просто бұлар жаңағы мынау типа халықтың сөзін сөйлеп айтқан сияқты, анау халық сендер құр жата бересіңдер ма, мына жерде қазақша сөйлейтіндер көбейіп кетті дегенге, ол да өз халықты көтерудің бір позициясы. Халық неге көтерілмейсіңдер? Қазақша сөйлейтін халық көпсіңдер ғой, мына мен сияқтылар айтады, бірақ сендер көтерілмейсің, себебі біз баймыз, ақшамыз көп, что хотим, то и делаем деп әлгі дәретхана салып отыр ғой төбеге. Ал ол ылғи айтады, жұмыстан шықса баяғыдан шығарып жібермеп пе? Ол байдың баласы емес пе? Өзінің Назарбаевтың өзінің бір несі ғой, ол да бір класстасы ма, бір құдасының ба, бір демесінің баласы шығар, ол да мен турасын білмеймін, бірақ енді ол айталады. Неге? Ода билік бар. Ол айтады, қазақтар біз айта береміз, сендерге бәрібір ғой, намыс жоқ қой сендерде. Мынаяқтан Димаш шығады, типа қазақтың бүткіл миллион қазақтың намысын көтерген болып, ойбай деп уралап кетеміз. Міне екі жақта да салмақ бар. Бұл әдейі істеліп отқан арандатушылық, бұған арандаудың қажет жоқ. Бірақ анау жаңағы жігітті жұмыстан шығарамыз дегелі қашан ол? Баяғыда 500 теңге болсын проезд деді. Одан кухняның қазақтары ғана қазақша, ауылдың қазақтары ғана қазақша сөйлеп қалған, орысша біз дамуымыз керек, орысша дамуымыз керек деген сандырақбайларды ылғи айтады ол жігіт. Ол айталады, себебі оның поддержкасы күшті ғой, Назарбаевтың оң қолы ғой, ол жүйенің адамы ғой. Так что оған сенбеу керек, Димашқа да сенбеу керек, жалпы мынау жаңағы Димаш та жүйенің адамы ғой, потому что ол шетелге кеткенде жүйе барып бұның көтіне кірді ғой. Кезінде Димаш айтпесе, шынымен осы халықтың адамы болса, өзін айту керек. Кезінде мен сенбеп едіңдер ғой, бір қазақ едім, шетелге кеп, Қытайға кеп өлең айтып едім, сендер мені ойбай қазағым дедіңдер. Қайдағы, мен қазақ емеспін, мен халықпын деу керек еді. Осы халықтың қазағымын деу керек деген бұл жігітте. Көрдің ба? Бұған келіп Тоқаевтың, Назарбаевтың жүйесі кәдімгідей, ойбай бізді қазақты елді Америкаға танытты, шетелге танытты деп сандалып кетті. Әйтпесе бұл да қолдау көрмеген неден, осы биліктен негізгіде басында. Ешқандай бұны, даже әншілердің өзі қолдамаған. Бірақ өзінің бір әлгі бапшаба ма деп халықтың несі бұны әруақ қолдап кетті. Дегенмен де бұл осы пайдаланып шетелге шыққанда осы біздің халықтың шынымен халық жақ болса, ол айту керек еді осы пропагандаларды. Мына біздің биліктің оңбағандығын, халықтың атылғаны, шабылғаны, қаңтарда Тоқаевтың неткені түгел айтса, бұған правасы бар еді да бұның. Возможности көп бұл жігіттің. Бірақ айта алмайды. Бұны алдыда, жүйе алдыда өзіне қартай кіргізіп алды ғой. Дұрыс айтасыз. Мысалы, қарас, шетелге сіз айтып жатсыз ғой, шетелге шығып айтса, ол мысалы, Америкаға шығып ән айтып жатқанда сол кезде айтса, Қазақстанның халқында, мына Қазақстанда диктатура, Назарбаев пен Тоқаев диктатор деп айтса, да? Оған деген ештеңе емес. Ол деген сол Нью-Йоркта тұратын, оған деген политический убежище береді. Бүкіл халық, бүкіл елдің халқы қолдайтын болады. Ол айталған жоқ. Ол келіп, мысалы, Назарбаевтың қолына ұстап, Тоқаевтың қолын ұстап, сүйіп, мынау деп жүр. Сол үшін қалай болды? Оның себебі жастығын пайдаланып отыр бірінші. Ол егер де дұрыс адам болса, біз оны 6 секунд
Назарбаевтың өзіне президент қылып сайлап жіберер едік та, халық болып. Міне көрдіңіз, шетелдегі бүткіл жастар келер еді, бұның артынан ілесіп отырып. Бүткіл парламенттік жүйені осылардың қолына беруге біз дайын едік та, біз соны аңдып отырдық. Құдайдың өзі де соған итермеледі бұл жігітті. Бұл жігіт бірақ жаңағы биліктің сойылын соғатыны неге? Бұның саясаты өзіне қаратып алды. Жоқ, қараңыз, мына Непалда жақсы ағайындар, мен шықтым. Сол мен айтайын деген сол. Халық белсенді болса, халық оянса, билік бәрібір де артқа шегінеді. Соны айтайын дегенім. Жақсы. Жеңеміз деп айтшы, жеңеміз бәлі. Жеңеміз біздер. Қалай болса жеңеміз. Шегінбесе. Ассалаумағалейкум ағайындар. Қараңдар да, мына Непалда жап-жас шығып, мына елде қандай өзгеріс жасап жүр. Президенттер сатқындардың бәрін, ұрылардың бәрін қуып. Жастар шықты. Димаш сияқты солай шығып айтса, сөйткенде, бана айтып жатсыз, алма негені айтып жатсыздар ғой, біздер қолдап кетеміз. Бүкіл халық қолдайтын, бүкіл ел қолдайтын. Біздер басқа ел болатынбыз. Ол айта алмады. Айта алмайтын себебі бұл саясаттан мақұрым ғой, ол мақұрым. Анандай жерден шыққанда бұл әншілердің ортасынан шыққан жігіт қой. Әке шешесінің репутациясын ойлайды бірінші. Әке шешесі коммунистің адамы. Бұның атасы да айтады: балам, қой, Тоқаевтың Назарбаевтың қолынан сүйе сал, ертең келешегің бар, анау мынау пропаганда тұнып тұр да бұда да. Әйтпесе жеке басы болса бұл стрим жазып отыр ма? Стрим жазып отқан сияқты ғой, микрофондарыңды өшіріңдер. Жазылып жатыр ма? Ассалаумағалейкум ағайындар. Ағайындар қойып жатқан бұлардың тактикасы, спираль деген тактика ғой, адамды бірдеңе қойып, алдап қойып, тоқтатып қойып, бензинін бәрін есеп. Ертең қайтадан ұрат бұлар дейтін. Сенаны қайтадан көтереді бұның бәрі. Уақытша нәрсе бұның бәрі. Халықты алдау. Себебі халыққа бүйтіп айтты ғой, доллар 1 миллионға барады деді. Значит, қымбатшылық болады деген сөз. Оған енді біз тосқауыл қою үшін басқа өзіміздің стратегиямыз болу керек. Ассалаумағалейкум, Бәуке. Кім мынау Дәурен деген? Көтерілшін. Көтерілшін кім Дәурен? Қоғам қалай бұзылды осындай жабайлардан дейді. Сонда кімдерді жабай деп отырсың? Көтеріліп, астына комментарий жазғанда шеберсіңдер ғой. Қорықпасаң көтеріліп айтшы. Бұлай айтқанда, мен дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Бұлай айтқанда, міне Димаш деген ол саясатта жүр уже. Саясатта ол талай енді жаңа айтып отырық қой. Алматы апа жаңа айтып отырмын ғой. Бұл деген жаңағы сенаттың, мәжілістің ғимараттарының ішінде жүр. Ол уже биліктің адамы, Тоқаевтың әншісі, халықтың әншісі емес, қазақ халқының әншісі емес. Мені мен негізі солай жазып қойдым да, Димаш Құдайберген қазақ халқының әншісі емес, Тоқаевтың әншісі деп жазып едім, сыймай қалды. Что-то дұрыс шықпай қалды да. Сол айтайын дегенім, бұл деген жалпы сенбеңдер, бұл деген біздер қалай айтсам болады, өтірік істеп жатыр да, бәрінің ойын да, ойын. Сол үшін ол биліктің ішінде уже Тоқаевтың адамы уже пропагандон деп айтып отырық қой. Пропаганда жүргізіп, біздің елімізде бәрі жақсы, керемет деген сияқты қылып. Қазақстан бәрі демократия бар, сөз бостандығы бар деп. Мысалға шындықты айтпайды, мысалға. Неге айтпайды? Елдің ішінде сөз бостандығы жоқ, адам құқығы сақталмаған, заңсыз, әділетсіз адамдар отырып түрмеде. Біздің былай айтқанда белсенділер, қазақтың белсенділері жүздеген. Сол туралы айтпайды мысалға. Яғни ол айтса болады ғой, оны мысалы қолдайтындар көп, миллион оны жақсы көреді адамдар. Ол айтпайды. Неше айтпайды мысалға. Әдейі ол уже биліктің адамы. Ол жаңа Тоқаевты қолдайды ол уже. Тоқаевты қолдаған, билікті қолдаса, Тоқаев деген қазақ халқы 2022-де ату жазасына кесті. Атып тастады қазақ халқын. Сонда адамды қолынан былай айтқанда, соның заңды президент ретінде сондай көрсетіп отыр да. Ол да политтехнологияның бір түрі, яғни пропаганданың бір түрі. Яғни ол пропаганда, ол да бір жағынан сатқын болып отыр Димашты. Сол үшін Димаштың әндерін тыңдамаңдар, Димашты вообще сенбеңдер, артынан жүрмеңдер. Ең бастысы, елім жерім деген азаматтар ғой, саяси белсенділер. Соларды қолдаңдар.
Дума Мұхаммедкәрім, Марат Жыланбаев түрмеде отырды, әділетсіз, жазықсыз, дәлелсіз. Соларды қолдаңдар. Нағыз солар. Ғалымдар неге шықпайды бізде? Қайдағы жоқ, өңкей, өтірік, әншілер, шегірткелер шығатты. Халық соны андай күшті қылып, соны андай дәріптейді, ұлықтайды. Неге ауысып кетті біздің құндылығымыз, қазақтың? Қазақтың құндылығы деген ғалымдар, мықты, бірден ойлап табатын технологияларды, соны бұрында дәріптейтін еді ғой. Жоқ, ондай емес, қазір тек әншілерді, актерларды ғана, жұлдыздарды ғана, жұлдыз ретінде көреді. Негізі олай емес. Біздер егер қоғам дамысын десеңіз, ағайындар, мынандай қайдағы жоқ Димаш сияқтыларды, әлде Геннадий Головкин сияқтыларды, оларды ұлықтамай, керісінше ғалымдарды ұлықтау керек. Ғалымдарды, бір ойлап табатын адамдарды, бірдеңе технологияны, және саяси белсенділерді, соны қолдасақ, және оларды жұлдыз ретінде көрсек, сол кезде біздер қоғам ретінде дамимыз, алға қарай жылжимыз. Сол. Асылбек, айта бер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай, қал жағдайларың жақсы ма, амансыңдар ма? Сол Қазақстандағыдай. Жоқ, мына жерде көп әңгіме талқылап жатсыңдар ғой. Осы талқылап жатқан әңгімелеріңнен бір результат бар ма? Болады бұйырса, болсын. Сол енді сен Асылбек, менің айтқанымнан Асылбекке сұрақ қойдыңыз ғой, жауап берейін. Енді мен дакаға айтып болайын да, тұра тұрыңыз. Жоқ, сіз енді сұрақ қойдыңыз, жауап берейін. Мынақты астында отырған бар, сіз де астында отырып көтерілдің, дұрыс па? Енді мен айтып отқандарымыз, мынақты адамдар айтып отыр ғой, солардан бір түйін шығарып, ары қарай, алға қарай жылжи берсе, сол кезде нәтиже болады. Нәтиже болу үшін конкретно біздің Қазақстанда қазір Қырғызстанның мына Ташиев бар ма? Ташиев сияқты адам шықпаяды. Ташиевті қойшы, Ташиев деген ол ГКМБ-ның бастығы. Басқа болсын, мысалы, екі-үш айдың ішінде уже біразын қазылап тастады. Асылбек, көзіңізден бола ма? Мен айтып тастайыншы, нақты жауап берейін да. Просто Асылбек, бұл деген, о да ойын. Яғни, бізде де болды ғой анау кезінде. Кім еді анау? Өтірікші Тасмағамбетов. О да мысалға Алматыны, Астанаға барып, көп не бар ғой? Застройщиктерді, орнына келтіріп, орнына қойды мысалға. Сол кезде халық, о деп мәз болып, сөйтіп кетті да, сол президент болсын деп, Ивангали Тасмағамбетовті. Сосын не болды? Соны ақыр соңы Ивангали Тасмағамбетов деп, оны халық жек көріп кетті. Ивангали деді, сатқын ол. Дәл солай Ташиевті сіз келтірмеңіз, мысал ретінде. Қырғызстанда ешкім жоқ мысал ретінде келтіретін. Ол Ташиев деген қамчы өзінің қырғыз халқын қанап ұрып соғып өлтіріп жатыр. Ол өтірік көзбояушылық жасап жатыр ол. Нақты айтқанда. Сол үшін ондай мысал ретінде келтірмей ақ қойыңыз. Айта бер, патриот. Жоқ, ол өлтіріп жатқан жоқ. Сен туры түсін. Ол Қырғызстанда хабарыңыз бар ма? Қырғызстан туралы. Жемқормен мынау мемлекеттің мүлкіне деді, мемлекеттің мүлкіне қол жұмсағандарды құртамын деді. Мен деді, кешегі анау несінде айтты ғой. Выйбу деді ғой, блядь. Конкретно айтты. Высечу нахуй деді ғой, шешесі. Конкретно айтты. Потому что ол өлсем өліп кетем деді. Тоқта, сен ана қайдағы жоқ, олар өздері білет не істейтіні. Қазақстанда айтшы сен мына жерге. Сен кірдің эфирге, айттың, сендер осыны, сен бізді тыңдап отырдым дедің, тыңдадың да кірдің, айттың. Сендердің осы айтып отқан әңгімелерің, нәтижелерің бар ма деп сұрақ бірінші сол келді ғой, Азат? Дұрыс қой?
Иә. Сол үшін мен саған айтайын не? Біздің эфирға жүздеп кірмесеңдерші, эфирға алып кірмеңдер. Қазақ елі қазір қымбатшылыққа әкелім айтқан рахмет айтыңдар. Бірақ ояныңдар. Біз азбыз. Біз қаншама жыл болды айта береміз, оны айтамыз да. Қамаламыз да, еліміз, жеріміз үшін өлеміз, қырыламыз. Түсініп отырсыздар ма? Бірақ сендерден осындай нәтиже күтіп отырмыз. Поддержка керек, сендердің поддержкаларың керек. Қолдау керек. Қолтықтан сүйеп, қолдап жіберсеңдерші бір-біріңді, жігіттер. Қолдау жоқ. Қолдау танытыңдар. Қазақты қолдайтын тек қана қазақ қана. Мен қолдаймын, жігіттер, сендер деген сөздеріңді аямаңдар. Жігіттер, қыздар, мен бір нәрсе айтып кетейін ме? Мынандайда, бұны жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Оны бәрі жұмыла көтермесе, 1, 2, 3, 5, 6 адамменен істеген Енді 5-6 адам бастықса, сен сияқтылар қолдау керек енді. Бір нәрсе, мұна жерде бір нәрсе бар. Осы орайда бір нәрсе бар. Әркім әр түрлі ойда жүр қазір. Біреулер бар ғой, мынау. Қазір өкімет халықты қандай әуре сарсаңға сап қойды? Кредит. Бірінші мәселе кредит. Любой адам қазір өзі жынды болып жүр. Кредитін төлей алмайды. Сен өзің бір ойға келдің ба? Жоқ, мен өзім любой ойға келген. Мысалы, менде кредитім жоқ. Менің толық ойым бар. Енді сөзді бөле берместен тыңдайсың ба, или шығып кете салайын ба? Мен айтып отқаным, халықты бірінші кредитке тық қойды. Саған міне 5 миллион, саған міне 10 миллион, міне 25 миллионды берді, ақшаны берді. Қазір халық мандраж болып отыр. Өзімен өзі халық мандраж. Мен бағанадан бері не деп айтып отырмыз? Көттен шығатын жолды айтып берші. Оны айта берсең кредитке бата береміз. Енді осыдан шығудың амалын айтсаңдаршы, жігіттер. Оны бәрі біледі, штрафты да біледі, қымбатшылықты да біледі, кредитті де, оны бәрі біледі. Енді асыл мен ол жолдан шығатын. Халықтың барлығы бірлігіп, ешқандай банктан кредит алмау керек. Бірінші очередь кредит алмай қойса, банктың бәрі банкрот болады. Банк қаяққа апар ақшасын тығады. Шетелден, инвесторлерден ақша алып қойған. Шетелден. Мысалы үшін Америкадан, ана жақтан, мына жақтан, жақтан, Қытайдан ақшаны алып қойғанда, біреуден алған ақшасын ол біреуге қайтып процентпен тығамаса қаяққа апарып тығады. Шешесінің шорданегіне тығама, ол өзі банкрот болады. Сол банк өзі банкрот болады. Тегін ақша таратып отқан сияқты барады да, ана жерден банктан ақша алады. Алма. Алған ақшаны орнын деген онда қылып жоқ па? Төлемеу керек деген жарайды, оны қолдаймын мен. Алмау керек деген сөз ол, не алмеу? Ала береді да. Төлемеу керек деген жарайды. Басқа варианттар болса айтса, басқа вариант айтшы, басқа. Тағы да қандай варианттарың бар? Ой, оның варианттары көп. Бұның варианттары өте көп. Ол кредит енді былай қарағанда сіңіп тұр ғой. Қалай? Алақандағыдай ол. Халық төлей отқан жоқ. Ол саған жеріңді беріп отқан жоқ па сен? Жоқ, енді мына жерде бар ғой, бір минут уақыттарыңызды алайын. Сіздер қай өңірден екендеріңізді білмеймін. Мен өзім мына Шымкент өңірінен, мына Сарыағаштамын.
біздің районда өзбек халқы өте көп. Енді біздің мына Сарыағаш районының, Сарыағаш, Келес районының екеуінің халқының ішінде кредитке батып, белшесінен қарызға батып атқан кім десе қазақ болады. Бізде мына жерде өзбек пен тәжік көп, біреуі қарызға батып, белшесінен қарыз болып, құтыла алмай, жүре алмай жүрген. Былай ғой, бұл жерде бар ғой, одан кейін